Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мектепке арналған ерекше бантик жасаймыз. Ол үшін бізге осындай лента қажет. Бұл лентаның аты ревсовая лента. Бұл лентаның ширинасы 3 см. Ал мынау ревсовая лентаның ширинасы 1 см. Бізге осындай 2 ақ резинка қажет. Және сантиметровый ленточка и булавкалар қажет. Енді 3 сантиметрлік ревсовая лентамызды 20 сантиметр қиып аламыз. И 20 сантиметр лентадан екеу қажет. Енді біз осы лентамызды шетін зажигалкамен енді осы лентамызды ортасын тауып аламыз, центрін. Енді осы тапқан центрімізді осы жаққа қарай қайырамыз. Және инемен тігіп шығамыз. Келесі лентамызды дәл солай қайырамыз. Шіп түзбей тігіп шығамыз. Осылай тартамыз. Бір түйіп аламыз шетін. 2-3 рет орап шығамыз. Енді бізге керекті лента ол 33 сантиметр. Енді лентамызға 7 сантиметр белгілейміз. Және оны булавкамен қадап шығамыз. Дәл солай екіншісіне де 7 сантиметр белгілейміз. Енді осы лентамызды мына астыңғы шетін жоғары қарай иненің қасымен өтіп қайырамыз. Жоғары қарай көтереміз. Иненің бойымен бірдей болып тұрсын. Екінші осылай қайырамыз. Енді лентамыздың біреуін алып, астыңғы жағын иненің қасымен өтіп жоғары қарай қайырамыз. Жоғарыға қарай бір рет, одан кейін бір рет оң жаққа осылай қайырамыз. Үшінші астыға қарай қайырамыз. Енді осы жерді булавкамен
қадап қоямыз. Енді біз мына тұрған лентадан мына жаққа қарай арқасындағы 4 сантиметр белгілейміз. 4 сантиметрден сол жаққа қарай қайырамыз. Лентамызды алып тастаймыз. Және бұны дәл жаңағыдай осындай жасағандай лентамызды жоғары қарай көтеріп, және оң жаққа қарай қайырып, лентамызды төмен қарай түсіреміз. Лентамызды алып тастап, енді біз осыны қара булавкамызды алып тастаймыз. Дәл жаңағыдай осындай жасағандай лентамыздың шетін жоғары қарай көтеріп, оң жаққа қарай жатқызамыз. Және лентамызды төмен жаққа қарай қайырамыз. Ал мынау қалған лентамызды қиып тастаймыз. Бұл лентаның оң жағы, енді сол жағын жасаймыз. Лентамызды төмен қарай қайырамыз, иненің бойымен бірдей етіп, және оны оң жаққа жатқызамыз. Мына лентамызды төмен қарай түсіреміз. Инемен қадап қоямыз әзірше. Ал мынау лентадан, арқасындағы лентадан 4 сантиметр белгілеп қайырып аламыз. Лентамызды алып тастаймыз. Төрт сантиметр қайырдық. Енді лентамызды дәл жаңағыдай төмен қарай қайырамыз. Иненің бойымен бірдей етіп, және оны оң жаққа қарай жатқызып, солай қайырамыз. Артық шетін қиып тастаймыз. Бұл бантиктің сол жағы. Жібімізді инеге өткізіп дайындап аламыз. Енді біз осы 1, 2, 3, үшеуін іліп аламыз. Енді тігіп шығамыз. Тігіп алдық, енді осыны тартып шығамыз. Тігіп алдық, енді осыны тартып шығамыз. Тартпастан бұрын кедергі жасап тұрған артық инелерді алып тастаймыз. Лентамыздың оң жағы дайын болды. Енді екінші жағын тігеміз. Артық инелерді алып тастаймыз. Үшеуін ұстап,
Енді үшеуін қосып тігіп аламыз. Енді лентамыздың арқасынан тіке тігіс етіп тігіп шығамыз. Үстіне енді осы шетін қосып біріктіріп шығамыз. Екі-үш рет орап шығамыз. Жібімізді қиып тастаймыз. Сол жағымыз. Енді осы шетіне клей жағып аламыз. Екінші жағын жабыстырамыз. Ортасына қадап шығамыз. Енді лентамыздың арқасына клей жағып шығамыз. Лентамызға жабыстырамыз. Енді осындай өлшемдегі лентамызды зажигалкамен обработка жасаймыз. Екінші лентамызды дәл солай алдынан бір лентамызды алып, осы жаққа қарай айналдырып, резинканы ішіне өткізіп, алдын және клейлеп шығамыз. Лентаның шетін жабыстырамыз. Осылай жабыстырамыз. Резинканы астынан бастап, жаңағы өткен лентаның үстінен өтеміз. Бір айналдырып, лентамыздың шетін клейлеп шығамыз. Лентаның өзін осылай бір клейлеп алыңыздар, қайырып, және бір клейлеп жабыстырамыз. Бантигіміздің арқасы өте аккуратно шықты. Алды да өте әдемі болып шықты.